Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сендермен өтетін тақырыбымыз орталық жүйке жүйесінің құрылысы. Оқу мақсаты жұлын мен мидың құрылысы мен қызметтерін оқып білу. Негізінен біз мидың құрылысы мен қызметтерін оқып білумен танысамыз. Ағза немесе организм деп атайды. Өздігінен реттелетін жасушалардан, ұлпалардан, мүшелерден тұратын күрделі жүйе. Міне көріп тұрсыңдар, тірі ағза. Енді осы бүкіл тірі ағзаны реттеп отыратын жүйенің бірі ол бізде орталық жүйке жүйесі. Оған ми мен жұлын жатады. Міне көріп тұрсыздар ма? Орталық жүйке жүйесі ми және жұлын. Ал енді осы ми мен жұлын біздің бүкіл денеміздегі физиологиялық іс-әрекеттерді барлығын реттеп отырады. Ол рефлекстік жолмен жүзеге атқарады. Мысалы, мына жерде жазылып тұр ғой, өздеріңіз оқып шықсаңыздар. Орталық жүйке жүйесі басты қызметі іс жүзінде біздің барлық әрекеттерімізге жауап қайтаратын рефлекстерді жүзеге асыру. Орталық жүйке жүйесі көру, есту, жанасуды сезу, иіс сезу, дәм сезу сияқты сезім мүшелері, сондай-ақ эмоцияға, ойға, есте сақтауға жауапты. Түрлі біздің сезім мүшелерінен келетін бүкіл ақпаратты осы ми қабылдап және оған жауап береді. Ми жұмсақ кеуек тәрізді жүйке жасушалары нейрондардан тұрады. Адамның миы нейрондардан тұрады екен. Негізінен мидың салмағы 1200-1500 грамм шамасында болады. Миды қарап отырсаң, екі жартышарларға бөлінген, міне, оң жақ жартышар, сол жақ жартышар. Ми, содан кейін миышық болады, ми діңі деп тағы да бөлінеді екен. Ми ағзат және сұрзаттан тұрады. Бұл жүйке жолдарын құрап, нейрондар денесін байланыстыратын жүйке талшықтары. Ал сұрзат нейрондар денесінен тұрады. Оң және сол жақ жартышарлар деп жаңа айтып кеттік қой. Негізі мидың басты қызметі ақпаратты алу, оны өңдеу, сақтауға жауапты. Содан кейін оны ақпаратқа жауап беру. Негізі мидың бөлімдері маңдай бөлімі, міне көріп тұрсыздар, маңдай бөлімі, төбе бөлімі, шүйде бөлігі, самай бөлігі. Осылай бөлінеді. Үлкен ми сыңарларының өзі. Келесі миышық. Миышық мидың артқы жақ бөлігінде орналасқан, міне көріп тұрсыздар ма? Көк түсті немен боялып тұр, сендерде міне миышық. Ол адамның тепе-теңдігін және қозғалыс үйлесімділігінің қызметін реттеп отырады екен. Ми діңі дегеніміз не? Ол ми мен жұлын арасындағы орналасқан ми бөлімі. Ол аштықты, жүректің соғу, тыныс алу және дене температура секілді қарапайым қызметтерге жауапты дейді. Негізі сопақша ми дегенді естіген шығарсыңдар. Сопақша ми жұлын мен мидың басқа бөліктерін жалғап тұрады. Әрине бұл жерде түшкіру, жөтелу, содан кейін адам шаш алған кезде сондай рефлекстерді қабылдап отырады екен. Және оған жауап береді. Келесі ары қарай бұл сонымен бірге жұлын сұйығының миға түсетін қысымы бас сүйек ішіндегі қысым деп аталады. Оны да білу керексіңдер, что мидың ішінде жұлын сұйығы болады. Бас сүйек ішіндегі сұйықтықпен олар бір-бірімен байланысып жатады екен. Келесі, ми сыртқы жағынан жұмсақ және қатты қабықшамен қапталған. Олардың қабынуынан менингит деген ауру дамиды екен. Ол мидың аурулары. Енді тағы бір айта кететін жағдай, жаңа біраз дүние айтқан болатынбыз, сонымен орталық жүйке жүйесіне ми мен жұлын жатады екен. Соның ішінде ми 5 бөлімнен тұрады екен. Әрбіреуінің өзінің қызметі бар. Жұлынмен байланысқан. Адамның бүкіл рефлекстік қызметін реттеуші мүше болып табылады екен. Әрине, ми мен жұлынның қызметі бұзылатын болса, адам ауруға душар болады, немесе өлімге әкеп соғады екен. Міне осындай сендерге бүгінгі өтетін тақырыбымыздың
мақсаты осындай еді. Енді ары қарай келесі өздерің біліміңді тексер. Сендерге күнделік KZ-ге жіберген тапсырмалар арқылы білімдеріңді тексеруге болады.